8. Кутси хадис. Аллах айтты: «Уа адам баласы, мен сендерді бекер жаратпадым, және босқа жаратпадым. Мен ешқашан ғапыл емеспін. Сендер туралы бәрін білемін. Менің қасындағына сендер менің разылығым үшін өздеріме ауыр болған нәрселерге сабыр етпейінше ала алмайсыңдар. Сендер үшін маған бойсұнғанда сабыр ету, маған қарсы келудегі сабырдан әлде қайда жеңіл. Күнәларды тастау тозақ азабынан кешірім сұраудан жеңілірек. Бұл дүниедегі қиындықтар сендер үшін ақыреттегі азаптан әлде қайда жеңіл. Уә адам баласы, барлығында адасқандарсыңдар. Тек мен тура жолға салғандардан басқа. Барлығында жамандық жасауға бейімсіңдер. Тек мен тыйғандардан басқа. Жамандықты тастап маған тәубе етіңдер. Мен сендерді кешіремін. Сендер өз құпияларыңды ол үшін құпия емес затқа жасырамыз деп әуреленбеңдер. Өйткені мен сендердің бар сырларыңды білем.